Сот билігі әділдік айнасы. Сот мемлекеттік биліктің бір тармағы. Сот мемлекет тірек еткен үш биліктің бірі. Заң шығарушы және атқарушы биліктен айырмашылығы, сот билігі тек заңға сүйеніп жұмысын жүргізеді. Судья сөйлейтін заң. Заң сөйлемейтін судья деген тәмсілдің төркіні осында. Елдегі азаматтар құқығы мен бостандығының сақталуына кепілдік пен теңдіктің салтанат құруына кепіл болған сот билігіне жүктелер міндет, артылар жауаптылық жоғары. Осындай міндет пен жауапкершілікті алып жүрген судья Мұханов Қуаныш Тасмағамбетұлы. Мен Қармақшы ауданы сотының төрағасы Мұханов Қуаныш Тасмағамбетұлы 1982 жылы 1 қаңтарда осы Қызылорда облысы Шиелі ауданында дүниеге келгенмін. Қарапайым семьядан шыққанмын өзім. Қазіргі таңда өзімнің отбасым зайыбым, 2 ұл, 2 қыз тәрбиелеудемін. Жалпы осы төраға қызметіне дейін мен осы прокуратура саласында жұмыс жасадым. Яғни 2003 жылдан бастап 2015 жылға дейін осы Қызылорда облысы прокуратурасының Шиелі, Қызылорда қаласы прокуратурасында, Қызылорда облысы прокуратурасының орталық аппаратында жұмыс жасадым. Соңғы 2015 жылы Сырдария прокурор орынбасары қызметін атқарып отырып, осы прокуратура саласындағы өзінің қызметін сол уақыттан бастап аяқтадым. Ары қарай осы президент жарлығымен Қазалы аудандық сотының судьясына 2016 жылы ақпан айында тағайындалдым. Қызылорда облысы Қазалы ауданында 6 жылға жуық қызмет атқарып, 2021 жылы желтоқсан айында Қызылорда қаласы нөмірі 2 сот судьясы қызметіне ауыстым. Ары қарай ол жақта да біршама қызмет атқарып, 2022 жылы 11 шілдеде Қазақстан Республикасы президентінің нөмірі 956 санды жарлығымен осы Қармақшы аудандық соты төрағасы қызметіне тағайындалдым. Қазіргі таңда осы 2022 жылдың шілде айынан бастап бүгінгі таңға дейін осы 2 жылға жуық уақыт болды. Қазіргі таңда осы Қармақшы аудандық сотының төрағасы қызметін атқарып келемін. Қуаныш Тасмағамбетұлы 2015 жылы Қазақстан Республикасының бас прокурорының Қазақстан Республикасының прокуратурасына 20 жылдық мерекелік медальмен награда алған. Мен қатар, сот әділдігін атқару барысында ат салысып, қызметтік міндеттерін мінсіз әрі жауапты атқарғаны үшін, мінсіз еңбегі мен судьялар қауымдастығындағы белсенді қызметі үшін құрмет грамоталарымен марапатталған. Бабаларымыз бедел бір күнде қалыптаспайды. Судьяның жылдар бойы шығарған әділ шешімі сауатты қадамдарының негізінде қоғамға сотқа деген оң көзқарас орнығады. Бұл соттың абыройын ойлаған әрбір судья ақылмен іс істеп, парасатпен шешім қабылдауға итермелеуі керек.